жылуды қонақтарға шашамыз. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Қазір біз пішіндер әлеміне пойызбен барамыз. Барасыңдар ма менімен бірге? Ол үшін біз былай қарай бұрылуымыз керек. Біз кәне бұрыламыз. Дұрыс емес. Былай қарай. Оң жағын, сол жағын қарай. Иә. Зейдір маған қарай. Кәне, қолымызды көтереміз. Кеттік, пойыз жүріп бара жатыр. Пойызбен біз барамыз. Алға қарай жүреміз, кәнекей. Екі. Мына жақта 3. Анда 4. Кәне, орнын таба қойш. Көк түспей. Жарайсың. Енді орнын ал. Кел ал. Кел, ұялма енді. Қандай түс? Қандай түс? Түсі қандай? Сары. Мен сары түспен өте қой. Таба қой түсіңді. Түсі бойынша орнына қоя қой. Жарайсың, отыра қой кел. Қызыл, қызыл жолды таба қой. Таба қой, таба қой. Жарайсың, өте керемет, орнына отыра қой. Қандай түс? Қызыл, өте қой, қызыл түспен. Өте қой. Иә, дұрыс. Иә, екінші, үшінші. Жарайсың, өте керемет. Орнына орналастыра қой. Қараңдар міне, пішіндер бізде 4 бұрыш. Бұны біз шаршы деп айтады, осы квадрат деп айтады. Міне, мынау дөңгелек, мынау 3 бұрыш. Бәріміз бірге қайталайықшы. 4 бұрыш, дөңгелек, 3 бұрыш. Міне, біздің пішіндер қандай түсті? Көк түсті болды, иә бізде? Қане айтамыз түсі? Көк. Бұл қандай пішін екен білесіңдер ме балалар? Бұл 4 бұрыш деп аталады. Қане тыңдаймыз міне балалар? 4 бұрыш, бұл 4 бұрыш. 4 қабырғасы, тең бұрыш. Қай жағынан қарасаң да 4 қабырғасы, тең бұрыш. 4 қабырғасы бар екен, иә? 4 қабырғасын біз санай аламыз балалар бұл жерде. Қане санайықшы бірге? 1, 2, 3, 4 бұрышы бар екен, иә? 4 бұрышы. Қане, келесі бізде пішін 3 бұрыш деп аталады. 3 бұрыштың түсі қандай? Қызыл. Дұрыс айтасың. 3 бұрыш бұл, 3 бұрыш. 3 қабырғасы бар бұрыш. Бұрыштары аз болса да, орны бөлек 3 бұрыш. Кәне, бұның да бұрыштары бар екен, санайықшы балалар бірге. 1, 2, 3. 3 бұрышы бар екен, иә, бұл бұрыштың. Келесі, қараңдар балалар. Келесі бізде дөңгелек. Дөңгелектің түсі қандай екен балалар? Сары. Дұрыс айтасыңдар. Домалақ, домалақ. Дөңгелек болып домалақ. Ай сияқты, күн сияқты, шар сияқты домалақ. На мячик похоже, я? Доп сияқты деп айтып жатырмыз бұл бізде. Доп, ол қазақшасы доп, орысшасы мячик. Сары. Сары түсті біз орысша желтый дейміз, желтый цвет. Қызыл. Красный, правильно. Көк. Молодец, все наверное. Балалар, осы пішіндерге байланысты мен сендерге қазір тапсырма беремін. Бізде мұнда 4 бұрыш бар, ортасында дөңгелек. Мұнда бізде дөңгелектерден гүл жасалған, ортасында 3 бұрыш болса, 4 бұрыштан жағында, е? Мына 4 бұрыштарды аламын. Дұрыс үйі. Келесіне өзіне. Мне больше нету. Екінші гүл түспей. Есть вот этот квадратный жерге қоясың. Жарайсың. Қане. Кімге көмектесің? Міне, мынаны ал. Мұнда қой. Мен жан-жағына дөңгелектарды қоясың әжелей. Апай. Нет, былай бұрасың. Қане балалар, жұмыстарымызды бітіреміз. Қанекей. Өте керемет. Сап болуын, қасаңын шығар. Қане балалар.
кеңістікте біздің айналамызда, иә, осы далаға шыққанда немесе осы топта, үйдің ішінде қандай заттар төртбұрышқа ұқсайды? Қане, осы мен сендерге телевизорға қаратайын, қане. Мынау не? Телевизор. Теледидар ол қандай пішінге ұқсайды? Төртбұрышқа ұқсайды, дұрыс айтасыңдар, төртбұрышқа. А мынау ше? Треугольник, правильно. Үш бұрышқа ұқсайды, иә? Көріне ме балалар жан-жағымызда заттардың көбісі? Ага, внизу квадрат, правильно, молодец. А мынау неге ұқсайды? Доп. Доп ол қандай? Круглый, домалақ, иә, доп? А күн ше? Күн де домалақ, иә? Түсі де келеді екен, түсі сары болып келеді, күннің домалақ болып келеді. Кішкене бөбек, иә? Балалар, енді осы саусақтарымызды жұмсаймыз, кәне. Сен бас бармақ атаңа бар, Данайля, бас бармақ атаға бар, соқ саусақ әжеге бар, айтамыз, әжеге бар, ортан терек әкеңе бар. Бөбек үйде қал. Саусақтарымыз демалды, иә, балалар, кәне демаламыз. 5. Енді кері санайықшы, қане міне. 5, 4, 3, 2, 1. Кәне, Мұхан, сен санап берші ал, 5-тен 1-ге дейін кері санап. 5, 4, қатты шығардалсын. 3, 2, сосын 1. Ой, жарайсыңдар, өте керемет. Балалар.